Құрметті 4-ші сынып оқушылары, бүгін біз қазақ тілі сабағынан 106-шы сабақты өтеміз. Тақырыбымыз осы шақ. Мақсатымыз мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақта қолдану. Олай болса, оқулықтағы 7-ші жаттығуды қарастырайық. 7-ші жаттығу: өлеңді оқу. Өлеңде кім туралы айтылған? Табамын жерден керегін, аспанда зулап келемін. Аспанмен жерді жалғаған, шарықта көкте өлеңім. Биіктен туды көремін, өрелі менің өз елім. Еңсесі биік ақ орда, еңкейіп кіріп келемін. Шаңырақ мынау шалқыған, ұрпағым жүрер айтып ән. Елтаңба тұрар ескертіп, айналайын қалқымнан. Өлеңге ат қойып, қарамен жазылған сөздерге назар аударамыз. Қай кезде орындалып тұрған қимылды білдіргенін анықтаймыз. Мұнда қарамен жазылған сөздер: зулап келемін, көремін, еңкейіп кіріп келемін. Яғни бұлар етістіктер. Бұл етістік қай кезде орындалып тұрған қимылды білдіретінін анықтаймыз. Дәл қазіргі уақытта орындалып тұр. Олай болса, бұл етістіктің осы шағы. Бүгінгі жаңа сабағымыз сонда осы шақ етістіктер. Осы шақ етістіктер іс-әрекеттің қазір болып жатқанын білдіреді екен. Көріп отыр, өсіп тұр. Осы шақ етістіктерге не істеп отырмын? Не істеп отырсың? Не істеп отыр деген сұрақтар қойылады екен. Яғни, дәл қазіргі уақытта мен не істеп отырмын? Сен не істеп отырсың? Немесе сіз не істеп отырсыз? Ол не істеп отыр? Яғни, етістіктің осы шағы үш жақта айтылады екен. Оқулықтағы 8-ші жаттығу: сөйлем құрап оқу. Берілген сөздерді пайдаланып, сөйлем құрап оқу. Бұлда етістіктер үш жақта жіктеліп берілген. Осы етістіктерді тауып, оларға сұрақ қоямыз. Етістіктердің қашан болған істі білдіріп тұрғанын айтамыз. Мұқият оқулықтарыңа қараңыздар. Тапсырманы орындаймыз. Келесі: ой қозғау. Яғни, қоттай бері қарап, мына сөйлемдерге не жетіспейтінін табамыз. Айжан атасының ауылына, көп нүкте тұр, бұның орнына жетіспейтін сөзді қоямыз. Бұнда не жетіспейді екен? Етістік жетіспейді екен. Олай болса, Айжан атасының ауылына барды. Келесі сөйлем: бір күні екі дос жолға шықты. Біз түстен кейін оқимыз. Немесе басқаша да
құруға болады екен. Өз ойларымызбен бөлісейік. Келесі. Үйге тапсырма. 10-шы жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін табу. Көк қарбызым қойған жерде биік тұр, сол қарбызға бүкіл әлем сыйып тұр. Жұмбақты оқып, шешуін табамыз. Етістіктің қай жақта тұрғанын анықтаймыз. Әуелі қай жақта екенін табамыз. Яғни осы жақ, өткен жақ, келер жақ. Және қай жақта тұрғанын анықтаймыз. Бірінші жақ мен, екінші жақ сен, сіз, үшінші жақ ол. Яғни осы үш жақтың қайсында тұрғанын анықтаймыз. Жұмбақтың шешуіндегі сөз туралы не білетінімізді жазамыз. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызда не туралы өттік? Осы шақ етістіктері дегеніміз не? Осы шақ етістіктері қандай сұрақтарға жауап береді екен? Осы шақ етістіктері дегеніміз сөйлеп тұрған уақытта болып жатырған іс әрекет қимылды білдіреді екен. Мен не істеп отырмын? Сен не істеп отырсың? Ол не істеді деген сұрақтардың жауабы осы шақ етістіктері болады екен. Үйге тапсырма, оны жаттығу және ережелерді қайталау. Осымен сабағымыз аяқталды. Көріскенше.